Облыс әкімі Серікбай Тұрымов толық аяқталған ата жолы құрылысымен танысты. 2017 жылы басылған жол құрылысы 2 кезең бойынша жүргізіліп, биыл тамыз айында аяқталды. Асфальт төселген 97 шақырым жол 4-ші санатты жолға жатады. Сондай-ақ аймақ басшысы сапар барысында бір топ ақсақалдар мен Бекет атаның 270 жылдығы аясындағы Оғландыдағы Бекет ата мешітіне зиярат етті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жолдың құрылысы 2 кезеңге бөлініп жүргізілді. Алғашқы бөлігінде 51 шақырым жол жөнделсе, екінші кезеңде 46 шақырым жолға реконструкция жасалып, асфальт төселген. Жол халықаралық стандартқа сай салынған. Бұрын бұл жерде қатқыл табан жол болатын. Осы облыстық бюджеттен және республикалық бюджеттен қаржыландырып, соған қиыршық таспен және 2 қатар асфальт жабындысы жабылған және барлық материалдар жергілікті өнім берушілердің өндірілген 4-ші санаттағы жол. Жылдамдығы 60 километрден аспау керек. Биыл Бекет атаның 270 жылдығы. Карантинге байланысты дүркіретіп тойлауға болмайды дейді жауаптылар. Бірақ сонда да елеусіз, ескерусіз қалмауы тиіс. Осы мақсатта облыс әкімі бір топ ақсақалдармен алдымен атаның тәлімгері Шопан атаға аялдап, содан соң Бекет атаның Оғландыдағы мешітіне барып, зиярат етіп, рухына Құран бағыштады. Елдегі мына пандемиялық жағдайға байланысты атаулы шара кейінге қалдырылып отыр. Дегенмен біз өзіміз тарапымыздан осы 270 жылға арнап барлық мешіттерде хатым Құран түсіріп жатырмыз, садақалар беріп жатырмыз. Өйткені қазіргі таңда білесіздер, садақа беруге қанша адамдар топтастыруға болмайды. Шопан ата мен Бекет ата мешітінде реставрациялық жұмыстар жүргізіліп, ауыз суда ретке келтірілген. Алайда әлі көгалдандыру, газ тарту сынды мәселелер бар. Бұл ұсынысты ақсақалдар да әкімге айтты. Шопан атаның басына керегі су, сол 13 километр жерден проекті жасалып жатыр. Амандық болса көп ұзамай су барады, су барса ағаш егіледі ол жер. Бекет атаның басында су келіп тұр, мана сол суды пайдаланып жатқан көзіміз көрді. Енді ағаш егуге басқа шаруаларды бітіруге болады, бада-бөзбен су тасымайды. Түбі шешілетін шығар деп ойлаймын. Бұрыннан осындай идеяны беріп жүрміз. Мына Сенектің жолының бойынан Шопан ата мен Бекет атаға жіңішке тұрбамен газ тартуға болады деп есептейміз. Себебі ол жерде елді мекен жоқ. Анандай қыртың үстінде тұрған бөлмеге жылу керек, оны сақтап тұру керек қойғанда. Ол мәселеде оңынан шешілетін шығар деп ойлаймыз. Ақсақалдар өңір мектептерінде Бекет Мырзағұлұлы жайлы ақпарат беретін арнайы сынып сағатын енгізу туралы да бастама көтерді. Бұл жас ұрпақты тәрбиелеу жолында өз септігін тигізеді дейді олар. Көтерілген мәселе алдағы уақытта қаралады. Жуырда Бекет атаның 270 жылдығына арналған онлайн конференцияда ұйымдастырылмақ. Онда атаның тылсым қырлары жайлы зерттеулер айтылып, арнайы баяндамалар оқылады. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.